Ассаламу алейкум, құрметті қыздар, келіншектер. Менің бүгінгі бір күнгі видеомды сіздерге ұсынам. Бисмиллах деп оянып, жылы су ішіп, таң намазын оқып, есік алдына Алланың берген барлық нығметтеріне шүкірлік айтуға шығам. Осының барлығын маған бергеніне, осының барлығын өзімнің көзіммен көре алатыныма, денім сау болғанына мыңдаған шүкіршіліктер айтам. Аспанға 2-3 минут қарап тұрам. Осындай бізде жаннат құсы дейді ғой, павлинді тауыс құсы дейма. Осындай бізде әдемі құс бар. Есік алдым мама, немесе күйеуім, немесе мен анда-санда суарамыз. Таңғы ас ішеміз. Таңғы астан кейін жинап болған соң өзімнің оқып жүрген курстарымды лекция жазам, конспект жазам, оқимын. Осындай керек заттарды алып келем. Одан кейін түскі ас дайындаймын. Түскі асты ішіп жинаймыз. Одан кейін өзімнің ең сүйікті ісіме кірісемін. Рахаттанып тігем. Заказ болса заказ тігем. Немесе көбінесе ютубқа видеолар түсірем. Өзіме, қыздарыма киім тігіп алғанды өте қатты жақсы көрем. Өз қалауымен, өзіңнің размерімен тігіп аласың. Әсіресе осындай болып шығады. Әсіресе кішкентай қыздарға тіккенді өте қатты жақсы көрем. Ұнайды маған. Одан кейін қайттан өз дамуыма үлес қосып, оқып жүрген курстарымды жалғастырам. Мақсат армандарымды жазам. Конспект жазам. Кешкі Мама, бала, машина. Тіркелгендерге болады. Мама, Тауға барып саябақтарға барамыз. Астысы отбасымен бірге жақсы кеш өткіземіз. Шүкіршілік айтудан жалықпаймын. Осындай керемеет маған тәтті қыздар бергеніне шүкірлік айтам. Аллаға сансыз мақтаулар болсын. Осындай тәттілер бар. Аллаға шүкір. Шүкіршілігімді ұстатпаймын. Осының барлығын өз көзіммен көре алатыныма шүкір айтам. Кешкі ас ішеміз. Үйде, көбінесе үйде ішеміз. Немесе кафеге барамыз. Одан кейін кешке жатуға танамыз. Арман мақсаттарымды жазамын. Бір айға, бір күнге, бір аптаға жоспар жазамын. Бір жылға, 6 айға, әр айға жоспар жазып қоям. Дұға жасап, түнгі ұйқыға жатам.